Комплекс сандар бөлімінің 17-де 9-шы есебі. Комплекс сандар мен амалдар орындаңдар. Бірінші есеп. Бұл есепті шығару үшін әр амалды бөлек-бөлек есептейміз. Бірінші амал бізде 2 плюс и 4 дәрежесін табу. Бірінші осы 2 плюс и санының квадратын табайық. Сосын оны қайтадан не істейміз? Квадраттаймыз. Сол кезде 4 дәрежесін тапқан боламыз. 2 плюс и-дің квадраты бізде 4 плюс 4и минус 1 болады. И квадрат минус 1-ге тең. Осының квадраты тең 3 плюс 4и квадрат тең 3-дің квадраты 9 плюс 2 еселенген 3 пен 4-дің көбейтіндісі 24 көбейтілген и плюс 4и квадрат ол 16и квадрат немесе минус 16 десек болады. Бұдан минус 7 плюс 24и болады. Келесі екінші амал ол 2 минус и-дің 4 дәрежесі. 2 минус и-дің квадратын есептеп, сосын оның квадратын тағым есептейміз. Бұл жерде тура мынау алдыңғы есептегідей айырмашылығы тек қана 3 плюс 4 емес, 3 минус 4и болады. Осының квадраты тең 9 минус 24и минус 16 тең минус 7 минус 24и. Келесі үшінші амал ол и-дің 18 дәрежесі. И-дің 18 дәрежесі. И-дің 4 дәрежесі бізге 1-ді беретін біз білеміз. И-дің 4 дәрежесі бізге 1-ді береді. 18-де 16 дәреже. И-дің 16 дәрежесі көбейтілген и квадрат десек болады. Мынау и-дің 4 дәрежесінің 4 дәрежесі ол и-дің 16 дәрежесі болады. Мынау и квадратпен бізде ол 18 дәрежені береді. Сонда мынау бізде 1-дің 4 дәрежесі болады. И квадрат бізде минус 1. Бұл минус 1-ге тең. Келесі төртінші амал мынау бөлшекті бөлу. Комплекс сандарды бөлу. 3 минус и бөлінген 2 плюс и. Бұл тең болады. 3 минус и-ді де бөлшектің алымын, яғни бөлімін де 2 плюс и-ді. Бөлшектің бөлімі 2 плюс и-дің түйіндесіне көбейтеміз. 2 минус и-ге. Алымы 6 минус 3и минус 2и минус плюс и квадрат ол минус 1-ді береді. Бөлшектің бөлімі 4 плюс 1 болады. 5 минус 5и бөлінген 5. Бұл бізде 1 минус и-ге тең. Ұстап жазайық. 1 минус и-ге тең. Енді осы жерден 4 амалды орындап шықтық. 5-ші амал ретінде осылардың барлығын қосып азайтамыз. Яғни бірінші тұрған сан минус 7 плюс 24и плюс екінші амалдан шыққан өрнек минус 7 минус 24и минус дейміз. И-дің 18 дәрежесі ол минус 1 плюс дейміз. 3 минус и екеуінің қатынасы, яғни бөлшектің мәні 1 минус и-ге тең. Тең. Мына жерде 24и мен минус 24и қысқарады. Минус 7 мен минус 7 минус 14 болады. Мынау плюс 1 плюс 1 минус ай. Сонда тең болады минус 12 минус ай. Минус и. Жауабы минус 12 минус и. Енді екінші есебін қарастырайық. Бұл жерде де әр амалды бөлек-бөлек орындаймыз. 1 минус и 4 дәрежесі ол тең 1 минус и квадрат, соның квадраты
тең 1 минус 2 и минус 1 квадрат, и квадрат ол минус 1-ге тең. Бұдан минус 2 идің квадраты болады. Минус 2-ның квадраты 4, идің квадраты минус 1. Яғни минус 4-ге тең болды бұл бірінші амал. Екінші амал 2 плюс и куб дәрежесі. Қысқаша көбейту формасы бойынша 2-ның 3 дәрежесі плюс 3 еселенген 2-ның квадраты көбейтілген и плюс 3 еселенген 2 көбейтілген и квадрат плюс и куб тең 2-ның кубы 8. Мынау бізде плюс 12 и болады. Мынау бізде минус 1 болғандықтан минус 6 болып кетеді. Мынау бізде минус и болады. Идің кубы минус иге тең. И квадрат өйткені минус 1. Тең 2 нақты бөлік 2 плюс 11 и болады. Арай үшінші амал минус 2 көбейтілген 3 плюс 32 и минус 2-ні плюс 2 деп пока тек қана 2-ні мынау екеуін көбейте салайық. Так, бұл 6 плюс 64 и болады. Төртінші амал 2 идің 7 дәрежесі 2-ның 7 дәрежесі көбейтілген идің 7 дәрежесі. Ол тең 2-ның 7 дәрежесі ол 128. Идің 7 дәрежесін былай деп жазып алады. Идің 4 дәрежесінің көбейтіндісі идің кубына. Идің 4 дәрежесі бізде 1-ді береді. Көбейту 1. Идің кубы бізде минус иді береді. Сонда минус 128 и болады. Енді осы амалдардың барлығын, осынан шыққан нәтижелердің бәрін не істейміз? Мынау біріктіреміз. Қосу, азайту амалдарын орындаймыз. Бірінші жақшадан бізде минус 4 шықты. Минус дейміз. Екінші амалдан бізде 2 плюс 11 и болды. Минус дейміз. Үшінші амал 6 плюс 64 и болады. Минус. Және соңғы амал бізде минус 128 и болды. Тең. Жақшаларды ашайық. Минус 4, минус 2, минус 11 и, минус 6, минус 64 и, минус, ана жерде минус қалып кеткен екен ғой. Мына жерде минус жазамыз, плюс болып кетеді 128 и. Тең. Нақты бөлігі минус 6, минус 12. Мынау үшеуін біріктіреміз. Жорамал бөлігі бізде минус 64 плюс 128 ол плюс 64 болады. Плюс 64 минус 11 и ол плюс 64-тен 11-ді алсақ 53. 53 и болады. Сонымен жауабы минус 12 плюс 53 и. Үшінші есеп. Үшінші есепте әр амалды жеке-жеке орындаймыз. 3 плюс и куб тең. Қысқаша көбейту формасы бойынша 3-тің кубы плюс 3 көбейтілген 3-тің квадраты көбейтілген и плюс 3 көбейтілген и квадрат және плюс и куб тең 27 плюс 27 и минус 9 минус и тең 18 плюс 26 и болады. Екінші амал 2 минус и квадрат 4 минус 4 и минус 1 3 минус 4 и. Үшінші амал 2 и 6 дәрежесі. 2-ның 6 дәрежесі көбейтілген идің 6 дәрежесі. Бұл тең 2-ның 6 дәрежесі бізде 64-ге тең. Идің 6 дәрежесі ол идің 4 дәрежесі көбейтілген и квадрат болғандықтан 64, идің 4 дәрежесі 1-ге тең, и квадрат ол минус 1-ге тең. Минус 64 болады. Соңғы амал ол бәрін қосу, біріктіру.
18 плюс 26 и куб плюс 3 минус 4 и минус соңғы 2 идің алып дәрежесі бізде минус 64 кеткен болды. Минус 64 болады. Арғай, мынау минус 2 минус плюс береді. 64, 18 және 3 үшеуінің қосындысы, мынау 21, 85. 85 береді. Және плюс 26 минус 4, 22. 22 и. Жауабы 85 плюс 22 и. 17-те 9-дың 4-ші есебі. Бірінші амал 3-ті 1 минус 5, 3-ті 1 минус 5 иге көбейтеміз. 3 минус 15 и. Екінші амал 2 плюс идің 4 дәрежесі. 2 плюс идің квадратының квадраты деп қарастырамыз. 2 плюс идің квадраты бізде 4 плюс 4 и минус 1 болады квадрат. 3 плюс 4 и квадрат ол тең 3-тің квадраты 9 плюс 24 и және минус 16. Яғни минус 7 плюс 24 и болады. Үшінші амал 5 көбейтілген идің 15 дәрежесі. Бұны былай деп жазуға болады. 5 көбейтілген идің 12 дәрежесі көбейтілген идің 3 дәрежесі. 5 көбейтілген идің 12 дәрежесі ол идің 4 дәрежесінің кубы. Көбейтілген идің кубы ол бізде минус и. Өйткені идің квадраты көбейтілген и болады, идің квадраты минус 1. Так, идің 4 дәрежесі ол 1-ге тең, 1-дің кубы 1. Сонда былай шыққанда минус 5 и болады. Және соңғы амал осы шыққан нәтижелердің бәрін біріктіреміз. Біріншісінде бізде 3 минус 15 и шықты, плюс екіншісінде бізде минус 7 плюс 24 и шықты, минус дейміз, мынау минус 5 идің 15 дәрежесі минус 5 иге тең болды. Арғай жақшаларды ашамыз. 3 минус 15 и минус 7 плюс 24 и плюс 5 и тең 3 минус 7 минус 4. Енді мынау жорамал бөліктерін біріктіреміз. Минус 15 плюс 5 и мен минус 10 и болады. Минус 10 и плюс 24 и плюс 14 и болады. Жауабы минус 4 плюс 14 и.